Баршаларыңызға сәлем. Біз бүгінгі видеода өте дәмді кекстерді әзірлейтін боламыз. Олай болса кеттік. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жақсылап миксерлейміз. Одан кейін үстіне қант қосып, екеуі ағарғанша, яғни көптегенше жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне жылы сүт қосып, тағы да миксерлейміз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін сұйық май қосамыз. Бұны да араластырамыз. Одан кейін електе ұн және разрыхитель екеуін бөлек араластырып алып, тестамызға 2-3 рет бөліп салатын боламыз. Жақсы көтерілу үшін. Шыққан массамыз өте сұйық, өте қою болмау керек, орташа деңгейде. Одан кейін осыны силиконды қапшықтарға салып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Сәл суылғаннан кейін бетін әсемдеуге осылай крем жағуға болады, немесе жай осылай күйде жеуге де болады. Осындай дәмді, керемет, әсем кекстер шығады. Өте жұмсақ, үлпілдек. Кекстеріміз дайын болды. Ас болсын. Сіздерге жасауға кеңес беремін.